Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі мына клиентіміздің шашы түбі ақ шаш өскен, 2 сантиметр қара ақ шаш өсіп тұр. Ал мына ұш жағында длинасында бұрын осветление істеген шашы. Бұл клиенттің қалауы бойынша тотал блонд шығару керек дейді. Бұл енді таза блонд шығару үшін бұл кісінің шашын біз майда милирование жасадық. Корнедан бастап не осылай. Серебристый пепельный блонд деп отыр. Ол клиенттің қалауы бойынша милирование жасап, содан шығару керек деп отыр. Бұл жерде біз қара өсіп тұрған қара шаштарға супраны көбірек жағамызда, мына ұш жағына аз ғана жағамыз. Себебі ол осветленный шаш қатты күйіп кетуі мүмкін. Супраны өздеріңізде әдеттегідей жаңағы 1:2 формуласы менен жасаймыз 6% пенен. 40 грамм оксидант, 80 грамм, 40 грамм порошок, 80 грамм 6% оксидант. Осылай бірінші жоғарыдан бастап жақсылап жасап алдық. Қалың қылып алмаймыз, өте жіңішке прядь қылып аламыз. Соның өзінен милирование шығарамыз, майда қылып шығарамыз. Қалың болып кетсе де шашы жақсы ашылмай қалады. Шашты қатты тартып тұрып жағамыз, түбіне дейін жеткізіп. Үш жағына азырақ жағамыз. Не осылай жағамыз, қара жеріне көбірек жағамыз. Щетканы ары-бері қимылдатып тұрып жағамыз. Ал ұш жағына осветленный жеріне не істейміз? Азырақ жағамыз. Бір сағаттай ұстаймыз осы шашты. 1 сағат, 1,5 сағатқа дейін ұстаймыз, аппақ болу үшін. Фольгалар жылжып кетпеу үшін удочкамен бір шеттерінен қыстырып қоямыз. Негізі мынандай темір тарақпенен шығарса өте әдемі болады. Майда милирование әдемі болып шығады.
Кейбіреулер 9%пен де істеп жатады, бірақ бұл жерде шашы алдын күйдірілген болғандықтан біз 6%-ті қолданып отырмыз. 6%пен де жақсы ағарады.
клиенттің шашын корнейн 6.0 және 7.1 деген краскадан 15-15 граммнан қостым. 30 грамм 6% қостым. Сөйтіп корнейн бояп алдық бірінші. Ал енді мына жағында длинасын, ұзындығын тонировка жасадық. Тонировканы 9.21 және 9.26 деген красканы және 8.1 деген красканы үшеуінен 15-15 граммнан алды. И және фиолетовый корректордан 1 грамм қостым. Тонировканы 20 минут ұстаймыз. Міне біздің шашымыздың результаты клиенттің қалауы бойынша шықты.